Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз 12-ші дәрісті өтеміз. Ландшафттық сәулет объектілерінің инженерлік құрылыстары мен жабдықтары. Бұл дәріске қарастырылатын сұрақтар: ландшафттық сәулет дегеніміз не? Ландшафттық сәулет объектілерінің инженерлік құрылыстары мен жабдықтардың түрлері, ландшафттық сәулет объектілерінің инженерлік жабдықтары, ландшафттық сәулет объектілеріндегі инженерлік құрылыстардың экологиялық маңыздылығы туралы айтылады. Бұл презентация ландшафттық сәулет объектілерінің инженерлік құрылыстарына арналған. Біз құрылыстар мен жабдықтарды қарастырамыз, жоспар бойынша негізгі аспектілерді талқылайтын боламыз. Ландшафттық сәулет бұл сыртқы кеңістікте үйлесімді және функционалды орта қалыптастыруды көздейтін сала болып табылады. Ландшафттық сәулет объектілерінің инженерлік құрылыстары мен жабдықтары ландшафттың тиімді қызмет етуіне, эстетикалық құрылғыларын арттыруға және қоршаған ортаға әсерін төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл объектілер адамдардың өмір сүру сапасын арттырып, табиғат пен адам арасындағы байланысты нығайту үшін қажет. Инженерлік құрылыстар мен жабдықтар ландшафттық дизайнның маңызды бір бөлігі болып табылады. Олар бақтарда, саябақтарда, қоғамдық алаңдарда және үйлердің аумақтарында кеңінен пайдаланылады. Жасылдандыру жүйелері, яғни бұл ағаш отырғызу, бұл ағаштар қалалық орта ауаны тазартуға көмектеседі, көлеңке мен эстетикалық артықшылықтар беріп отырады. Ал көгалдандыру бұл топырақты эрозиядан қорғайды, демалыс аймағын жақсартады. Гүлзар бұл түс пен сұлулық қосады, биологиялық әртүрлілікті арттырып отырады. Ландшафттық сәулет объектілерінің инженерлік құрылыстары мен жабдықтарының түрлеріне тоқталатын болсақ, бірінші бұл суару жүйесі. Суару жүйесі ландшафттың ең маңызды инженерлік құрылыстарының бірі. Ол өсімдіктердің өсуіне қажетті су мөлшерін тұрақты қамтамасыз етеді. Әсіресе құрғақ климаттық аймақтарда суару жүйелерінің екі түрі бар. Бұл тікелей суару, өзіміз білетіндей қолмен және автоматты суару. Яғни қолмен суару бұл судың бақшаға қолмен беріп, өсімдіктердің қажеттілігіне қарай қолдануы. Автоматты суландыру бұл заманауи жүйелер. Бақшадағы әрбір өсімдік үшін қажетті су мөлшерін автоматты түрде береді. Бұл жер топырақтың ылғалдылық деңгейін бақылайтын сенсорлармен жабдықталады. Сонымен қатар суару жүйелері бұрқақтар және жасанды су қоймалар деп те бөліп айтамыз. Бұрқақтар бұл қалалық ландшафттың көркін арттырады, ауаның ылғалдылығын сақтайды. Жасанды суару бұл суды сақтауға мүмкіндік береді, экожүйені қолдайды. Суару жүйелері тиімді және экологиялық таза шешімдеріне тоқталып кететін болсақ, тамшылатып суару, спринклерлі суару деген түрлері бар. Тамшылатып суару бұл судың үнемді пайдаланып, түбірлік жүйеге тікелей жеткізу арқылы өсімдіктерге тиімді болады. Ал спринклерлі суару бұл жоғары жағынан суара отырып, үлкен аумақтарды жабуға қолайлы. Ландшафттық жасанды су объектілері көлшік жасау, яғни табиғи көріністі жетілдіру, фонтандар мен су төтегін конструкциялар және жандылық пен эстетикалық сұлулықты сыйлайды. Су тазалау жабдықтары бұл судың сапасын қамтамасыз етіп отырады. Келесі дренаж жүйелері топырақты кептіру және қорғанысына тоқталып кететін болса, дренаждың маңызы бұл суару кезінде немесе жаңбырдан кейін артық су топырақтан ағуы үшін дренаж жүйесі қажет. Бұл қоймалардың тоқтату және топырақтың сіңімділігін арттыру үшін қолданылады. Құрылымы дренаж жүйесі құбырлар, тас және топырақ қабаттарынан тұрады. Бұл жүйе өсімдіктердің түбір жүйесін қорғап, олардың шіруіне жол бермейді. Сонымен қатар дренаж жүйелері жер асты дренаж, жер үсті дренаж және құрылыс ерекшеліктері деп бөлінеді. Су жинау және төгілу жолдар қамтамасыз етіп,
өсімдіктердің тамырларын қорғайды, жер асты дренажы. Ал жер үсті дренажы бұл су ағынын реттеп, су басу қаупін азайтады. Құрылыс ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, дренаж жүйесі ландшафттың техникалық қарқынын бөлігін құрайды. Жарықтандыру жүйелері бұлар күндізгі жарық, яғни күндізгі жарық тиімділігін арттыру, түнгі, яғни түнгі жарық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, декоративті жарық, бұл декоративтілік эстетикалық эстетиканы жақсартып отырады. Келесі электрлік жабдықтар жарықтандыру және автоматтандыру. Бұл жарықтандыру серуен жолдарын, ерекше элементтерді жарықтандыру, энергия көздері экологиялық таза, автоматтандыру. Бұл жүйелерді қашықтықтан басқару және бағалау. Инженерлік коммуникациялар, яғни су құбылысы, бұл сумен жабдықтау жүйесі, кәріз жүйесі, суды бұру жүйесі, ал электр жүйесі, электрлік жабдықтау жүйесі. Жалпы ландшафттық сәулет объектілерінің дұрыс жұмыс істеу үшін электр энергиясы қажет болады. Электрмен жабдықтау жүйесі бақша мен саябақтағы түрлі құрылғыларды, яғни фонтан, жарық, су жүйелерін іске қосу үшін маңызды. Жалпы жарықтандыру бұл бақша мен саябақтарда жарықтандыру адамдарға түнгі уақытта қауіпсіздік үшін қажет. Электрмен қондырғылар, яғни бұл құрылымның суару жүйесінде субұрқақтарда жұмыс істеуге, бұл қондырғыларды қуаттандыру үшін қосымша электр желілері қажет болуы мүмкін. Топырақ нығайту технологиялары, геотор, яғни топырақты қорғау, геосинтетика, топырақты нығайту, биоинженерия, экологиялық таза әдістер болып бөлінеді. Топырақты қалыптастыру және жер жұмыстары. Дизайнға сай жер жұмыстарын жоспарлау қажет, өсімдіктердің дамуы мен құрылыстарының тұрақтылығы үшін маңызды. Құрылыс топырақтың құрылымын жақсарту, газон және өсімдіктер үшін топырақ құрылысын қалыптастыру, қатты жабдықтарды дайындау, яғни жолдар мен басқа құрылымдар үшін негізін жасау. Келесі ландшафттық дизайн элементтері жолдар мен алаңдар, кіші сәулет формалары, өсімдіктер композициясы, яғни жолдар мен алаңдар қозғалыс және демалыс аймақтарда қолданылады. Жалпы жолдардың құрылымына тоқталып кетсек, жолдар асфальттан, бетон плиталардан, тас немесе қиыршық тастардан жасалуы мүмкін. Жолдардың пішіні ландшафттың жалпы дизайнына сәйкес келуі керек. Функциясы жолдар қозғалысты ұйымдастыру үшін қызмет етеді. Сонымен қатар бақша немесе саябақтың әртүрлі аймақтарына қалыптасуды қамтамасыз етеді. Тротуарлар, мысалы, бұл тротуар әдетте бетон плиткаларынан немесе тас блоктарынан жасалынады. Олар жүру аймағын қауіпсіздік пен ыңғайлы қозғалысты қамтамасыз етеді. Келесі, яғни кіші немесе шағын сәулет формалар дейміз, онда орындықтар, мүсіндер жатады. Шағын сәулет нысандары ландшафттық дизайнның бөлшектері болып табылады. Олар деген ландшафтқа стиль қосып, оның функционалдылығын арттырады. Мысалы, орындықтар мен үстелдерге тоқталып кететін болсақ, қоғамдық бақтар мен саябақтарда демалуға арналған орындықтар аумақтың көркемдік бейнесін қалыптастыруға және адамдарға тынығуға мүмкіндік береді. Олар металдан, ағаштан, бетоннан немесе тас сияқты әртүрлі металдардан жасалынады. Келесі өсімдіктер композициясы, бұнда гүлдер, ағаштар, бұталар жатады. Қауіпсіздік шекаралары бейнекамералар, жарықтандыру, ескерту белгілері жатады. Жолдар мен серуен жолдары сапалы құрылыс элементтері.
болып табылады. Яғни материалдар бұл тасты плиталар, бетон және шамар плиталары, ағаштан жасалынған жолақтар, қолдану ерекшеліктері жолардың беріктігі мен сапасының маңызы, су өткізгіш пен төзімділік есептеледі, эстетикалық тартымдылықты сақтайды. Келесі ландшафттық сәулет объектілерінің инженерлік құрылыстары мен жабдықтары. Ландшафттық сәулет бұл табиғат пен адамның шығармашылық араласады. Инженерлік құрылыстар мен жабдықтар бұл салада маңызды рөл атқарады. Себебі олар кәсіби әрі сенімді ландшафт жасауға мүмкіндік береді. Бұл презентацияда біз ландшафттық сәулеттің инженерлік элементтерін, олардың түрлерін, қолдану ерекшеліктерін талқылаймыз. Қорытындылай келе, жүйелерді біріктіру, яғни барлық инженерлік құрылыстар үйлесімді жұмыс істеу маңызды. Қызмет көрсету және бақылау жүйелерді уақытылы жөндеуге және жаңартуға қажет. Экологиялық тепе-теңдікті сақтау, яғни табиғат пен үйлесімді инженерлік шешімдерді таңдау. Ландшафттық сәулет бұл тек көркемділік емес, техникалық шешімдердің де үйлесімі, инженерлік құрылыстар мен жабдықтар дұрыс қолданылған, жасалған кеңістік функционалды әрі тартымды болады. Ландшафттық сәулет объектілерінің инженерлік құрылыстары маңызды. Олар қалалық ортаның сапасын арттырады, экологиялық тепе-теңдікті сақтайды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.